Барлықтарыңызға сәлем, Гүлжанаттың асханасына қош келдіңіздер. Бүгін восточная сладость пирогын дайындаймыз. Рецепті көрмес бұрын каналыма жазылып кетіңіздер. 240 грамм ұнға 1 шай қасық қопсытқыш қосып араластырамыз. Содан соң 130 грамм жұмсақ сары май қосып, қолымызбен үгітіп шығамыз. Бөлек ыдысқа 1 жұмыртқа мен 50 грамм қантты араластырып аламыз. Ұнға жұмыртқа мен қанттың қоспасын құйып, қамыр илейміз. Барлық қоспаларды мен айтқандай граммдап өлшеп қоссаңыз, бәрі дұрыс шығады. Қамырымызды тоңазытқышта жарты сағатқа демалдырамыз. 50 грамм мейіз бен 50 грамм клюкваны майдалап турап алдым. Тек мейіздің өзін ғана қолданса болады. Содан соң 100 грамм грецкий орехты да майдалап турап аламыз. Барлығын бір ыдысқа салып араластырамыз. Қамырымызды формаға қолымызбен жайып шығамыз. Шетіне бортиктер жасаймыз. Ортасына салмамызды салып, үстіне 1 банка сгущенка құямыз. градусқа қыздырылған пешке 30 минутқа саламыз. Толық суығаннан кейін формадан аламыз. Пирогымыз дайын, өте дәмді және өте оңай жасалады. Барлықтарыңызға ас болсын, келесі рецептерде кездескенше.